Баршаңызға сәлем. Сіздерге өте тез, оңай әрі дәмді болып шығатын баклажаннан жасалынатын закусканың рецептімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Жуылған баклажанның шеттерін кесіп алып тастаймыз. Видеода көрсетілгендей домалақтап кесіп аламыз. Қалыңдығы шамамен 2 сантиметрдей болу керек. Енді помидорларды тура солай домалақтап шамамен 1-1,5 сантиметр болатындай қалыңдықта турап аламыз. Моцарелла ірімшігін тураймыз. Ол үшін баклажанды осылай үстіне қойып, размерін өлшеп аламыз. Егер ірімшігі көп болсын десеңіздер, қалыңдығын кішкене бұдан да қалың қылып турасаңыздар болады. Негізі осы қалыңдықпен де өте жақсы болып шығады. Енді соусты дайындаймыз. Ол үшін алдымен сарымсақты терканың майда жағынан өткізіп аламыз. Ыдысқа қара бұрыш, паприка, базилик және де теркадан өткізілген сарымсақ және кішкене ғана тұз қосып, үстіне сұйық май құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Достар, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Өте дәмді, ерекше болып шығатын екінші тағамдардың, суптардың, салаттардың, тәттілердің рецептері бар. Қарап шығыңыздар. Пергамент қағазына кішкене сұйық майды құйып жағып аламыз. Сұйық май міндетті түрде жағыңыздар. Сол кезде баклажан жақсы піседі. Туралған баклажандарды қойып шығамыз. Баклажанның үстіне соусты жақсылап жағып шығамыз. Енді үстіне туралған помидорларды қойып шығамыз да кішкене тұз себеміз. Енді үстіне ірімшіктерді қойып шығып, 200 градуста қызып тұрған духовкада шамамен 20 минуттай пісіреміз. Міне достар, баклажаннан жасалған өте дәмді закускамыз дайын болды. Өте тез, оңай жасалынады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Рецепт ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, жақындарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Сіздермен болған назым. Баршаңызға ас болсын. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін көп рахмет.